Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағын бастайық. Балалар, тақтаға 4 буын жазылыпты. Осы буындардан математикаға байланысты сөз жасайық. Киімдік түгін, яғни өлшем деген мағына береді. Бүгін біз өлшем бірліктері тарауынан не біліп үйренгенімізді еске түсіреміз. Яғни өзімізді сынаймыз. Біріншіде уақытты есептеу және сағат бөлісін ұстану. Екіншіде ұзындық, салмақ, көлемнің өлшеуі, бірліктері бір бірлікті келесі бірлікпен өрнектеу. Өлшемді жай және ондық бөлшекпен өрнектеу. Үшіншіде тікбұрышты параллелепипедтің көлемін сантиметр кубпен есептеу. Төртінші, аудан өлшемін тиісті бірлікпен өрнектеу. Тікбұрышты параллелепипедтің жалпы бетінің ауданын табу сияқты бірліктерді игерген болуымыз керек. Сабақ барысында өзімізді бағалап отыратындықтан бағалау жолын таныстырайын. Ол үшін 3 сатылы есеп шығарылады. Алдымен бір ұпайдың есептерін шығарып, дұрыс болса өзіңе бір жұлдызша баға қой. Бір ұпайдың есептері. Бірінші, уақытты берілген бірлікпен өрнекте. Бір сағат неше тәулікке тең? Сағат пен тәуліктің қайсысы көп? Үлкен атауды кіші атауға айналдырғанда қандай амал жасаймыз? Есептедіңдер ме? Жауабы 24-тен 1. Немесе А нұсқасы дұрыс. Жауабың дұрыс болса, бір жұлдызша қой. Екіде, салмақ өлшейтін бірлікті атаңдар. Килограмм, литр, километр, миллиметр. Қайсы салмақ өлшем бірлік екенін тауып, дұрыс жауабын дөңгелектеңдер. А немесе килограмм дегеніміз дұрыс жауап екен. Жұлдызшаңды қоя қой. Үшінші есеп. Қанша квадрат бірлік бар? Суреттен тура санауға болады. Жауабы Б екен, Б нұсқасы екен. Өзіңді бағалауды ұмытпа. Төртінші есеп. Кесіндінің қайсы бірлікпен өлшегені қолайлы болады? Километр, сантиметр, миллиметр, метр. Біздің сызған кесіндімізге сәйкес бірлік Б нұсқа екен. Яғни сантиметр деген дұрыс екен. Бесінші есеп. Сағатында 50 километр жол жүретін машинамен 4 сағатта неше километр жол жүреді? 2000 километр, бұда 200 метр, бұда 200 километр, бұда 20 километр. Есептеңдер балалар. Біз жолды қалай тауып едік? Жүрген жолды уақытпен көбейтеміз. Дұрыс жауабы 200 километр. Ве жауабы дұрыс екен. Алтыншы есеп. Байқадыңдар ма?
Пойыз Улан-Батырдан Дарханға дейін неше сағат жүрген? Сағатқа қарап санап табуға болады. Немесе барған сағатынан шыққан сағатын азайтып шығаруға болады. Қайсы амалын таңдауға да болады. Дұрыс жауабымыз 6 сағат 10 минут. Яғни В жауабы дұрыс екен. 7-ші есеп. 5 тонна. Неге тең? Мына 4 өлшемнің қайсысына сәйкес? 5 килограмм, 500 килограмм, 1000 килограмм, 5000 килограмм. Балалар жатқа шығарып отырған боларсыңдар. 1 тоннада 1000 килограмм болса, 5 тоннамыз 5000 килограмм болуға тиіс. Дұрыс жауабы Г екен. 8-ші есеп. Грантының суын кестеге құйып алып, қол жуғанда бір адам 5 литр су үнемдейді. Олай болса, 20 адам қанша литр су үнемдейді? 4 литр, 10 литр, 20 литр, 100 литр. 20 адам әрқайсысы 5 литр су үнемдейді. 100 литр деген жауап дұрыс екен. Өзіңді бағалап, 5 бұрыш жұлдызшамен сыйлап қой. Енді барлығымыз 2 ұпайдың есептерін шығарайық. 4 есепті шығарып, дұрыс жауабының алдын дөңгелектеп, кестеге белгілейік. Мұғалімнің жауабына сәйкесіп тұрса, есебің дұрыс болса, өзіңді 2 жұлдызшамен бағала. Егер жауап теріс болса, қайталап шығарамын деп ойлап, жоғары қараған меңзермен белгілеу жасайсың. 9-ші есеп. Өлшемді берілген бірлікпен өрнекте. 8 литр неше миллилитрге тең? 1 литрде 1000 миллилитр бар. 10-ші есеп. 200 килограммға 5 центнерді қосса, неше килограммға тең болады? Қай атауға айландырамыз? Қай атауға айландырамыз дегенде жақсы ойланамыз. 700 килограмм, яғни Б жауабы дұрыс екен. Келесі есеп. Қыз бала 1999 жылы мектепке кіріп, 2015 жылы жоғарғы мектепті бітірген. Қыз бала барлығы неше жыл оқыған? Қалай табамыз балалар? Есептеп немесе санап шығаруымызға болады. Біздің жауабымыз 16 жыл, немесе Б
Нұсқасы дұрыс екен. 2 жұлдызшаңды белгілеп қой. Ұзындығы 20 сантиметр кесіндінің 0-нан 1-і неше сантиметр болады? Шығарыңдар балалар, есептеп көріңдер. 0-нан 1-ді ондық бөлшекке айландырсақ, 10-нан 1. Онда 20 сантиметрдің 10-нан 1-і 2 сантиметр екен. Сонымен 2 ұпайлы 4 есептің 8 жұлдызшасын алды деп сенемін. Енді 3 ұпайдың есебін шығарайық. Есепті шығарып, мұғалімнің жауабына сәйкестіреміз. Қысқаша белгілеп, сұрақ қойған болса, 1 смайлик, шығарылуың толық болса, 1 смайлик, атауың дұрыс жазса, 1 смайлик қоямыз. Әр есеп сайын 3 бағалау қойылады. Шығарылу кем болса, өзің шығарғаныңа сәйкестіріп, бағалау жаса. 10-ші есеп. Өлшемдерге қарап, заңдылықты жалғастырайық. 100 килограмм, 3000 метр, 95 килограмм, 3500 метр, 90 килограмм. Қандай бірліктер бар екен? Салмақ және ұзындық бірліктері тұр. Заңдылықты тауып ретін жазайық. Салмақ бірліктері 5 килограммен кеміп, ұзындық бірліктері 500 метрмен артқан. 4000 метр, 85 килограмм, 4500 метр деген жауапты тапқан болсаң, өзіңе 3 бағалауды белгіле. Келесі есеп. Адам тәулігіне 8 сағат ұйықтаса, дені сау болады. Осылай ұйықтаса, 4-ші сынып оқушысы неше сағат ұйықтаған болар еді? Сендер де тәулігінде 8 сағат ұйықтап, дағдыланғандарың дұрыс. Сендердің 4-ші сыныпқа дейін қанша сағат ұйықтағандарыңды есептейді екенбіз. 6 жаста мектепке кіріп, 4 жыл оқиды. 6-ға 4 қосып, 10 жыл. Тәулігіне 8 сағат ұйықтаса, 1 жылда қанша сағат ұйықтайды? Мұғалімнен бұрын есептеп шығарды деп сеніп тұрмын. 1 жылда 2920 сағат ұйықтайтын болса, 10 жылда неше сағат ұйықтайды? Яғни 10 жылда 29200 сағат ұйықтайды екен. Шығарғаныңа сай өзіңе тиісті бағалау жасай отыр. Келесі есебімізді шығарайық. Тек бұрышты параллелепипед пішінді сыныптың өлшемі 7 × 5 × 3 метр болады.
Бұл сыныпқа 1 метр қырылы қанша текше сыяды? Көлем табатын есеп екен. 7 көбейту 5, көбейту 3. Бұл нені білдіріп тұр? Ұзындық, ені, биіктігінің өлшемін табу. Деп, көлемін табыңдар. Мұғалімнің жауабымен сәйкестіріп, өзіңді бағала. Біздің жауабымыз 105 метр куб шығуға тиіс. Шығарып болсаңдар, енді өздеріңнің бағаларыңды есептеңдер. Біз барлығы 25 ұпай алуға тиіспіз. Өзіңнің алған барлық смайліктеріңді санап, санын жазыңдар. Біз 25 ұпай алсақ, 100% болады. 1 ұпай неше пайыз болады? Яғни 100-ді 25-ке бөліп 4% болады екен. Енді өзіңнің бағалауыңды есепте. Алған ұпайыңды 4-пен көбейтсең, өзіңнің бағаң шығады. Өзіңді өзің ынталандырып қой. Кейбіреулерің ойлағаныңдай болмаса, әлі де алға талпыныңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.